1992 жылы қазақтардың бірінші дүниежүзілік құрылтайы Алматыда өткізілді. Құрылтайға алыс және жақын шет мемлекеттерден, соның ішінде Түркия, Германия, Франция, Норвегия, Монғолия, Қытай, Аустралия және басқа 33 елдерден 800-ден астам өкіл қатысты. Құрылтайда дүниежүзі қазақтарының қауымдастығын құру, оның жарғысын қабылдау, басшы органдарын сайлау мәселелері талқыланды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевты дүниежүзі қазақтары қауымдастығының төрағасы етіп сайлау туралы ұсыныс бір ауыздан қабылданды. Қазақстан жазушылары одағы басқармасының бірінші хатшысы Қалдарбек Найманбаев төрағасының бірінші орынбасары болып сайланады. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының басшылығын құрылтайға қатысушылар мына құрамды толық қолдады. Нұрсұлтан Назарбаев төралқа төрағасы, Қалдарбек Найманбаев төрағаның бірінші орынбасары, Дәлелхан Жаналтай, Мырзатай Жолдасбеков, Алтынбек Сәрсенбаев төралқа мүшелері. Құрылтай таңбасының авторы суретші Бейсен Серікбай.